Баршаңызға сәлем. Гүлдер неге хош иіс шығарады? Атты жобамызбен таныспас бұрын, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Зерттеу өзектілігі. Әр көктем мен жазда гүлдер гүлзарларды безендіреді және көрген адамның көңілін марқайтады. Әсемдігімен қуантады, хош иісімен жаныңды жадыратады. Барлық қыздар сияқты мен де гүлдерді жақсы көремін. Олар мені әртүрлілігімен, әдемілігімен, нәзіктігімен, адамға сыйлайтын тәтті сезімдерімен таңғалдырады. Барлық гүлдердің жағымды хош иісі бар ма? Гүлдер неге хош иіс шығарады? Хош иіс тек жәндіктерді ғана тартады ма? Кейбір гүлдердің хош иісі жоқ, немесе жағымсыз иісі болғандықтан бұл гүл өкілдері жәндіктерді өздеріне қалай тарта алады? Зерттеу мақсаты гүлдер не себепті хош иіс шығаратынын және жәндіктерді өзіне неге тартатынын анықтау. Гүлдер табиғаттың керемет жаратылысы. Гүлдер бұл табиғаттың ең ерекше және сиқырлы жаратылыстарының бірі. Гүлдер қоршаған ортаға жағымды энергия бөледі. Әр адамның өзінің сүйікті гүлі болады. Мерекелерде, туған күндерде жақсылыққа гүл сыйлау үлкен құрметтің белгісі. Өсімдік гүлі дегеніміз не? Өсімдік үшін гүлдену кезеңі өте маңызды. Гүл ұрықтың немесе тұқымның қалыптасуына қатысады. Гүл бұл өсімдіктердің көбею мүшесі. Гүлде тозаңдану процесі жүреді. Өсімдік символ. Көптеген өсімдіктер әртүрлі мемлекеттердің символы болып табылады. Мәселен, роза гүлі Англия мемлекетінің символы. Сондай-ақ роза гүлі Иран мемлекетінің символы болып табылады. Тағы да ол Америка мемлекетінің символы. Қызғалдақ бұл ақш, Франция және Англия сияқты елдерде бірінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқандарды еске алудың белгісі. Мысырдағы гүлге табынуы 4000 жылдан астам уақытқа созылған. Әлемдегі ең қымбат гүл бұл алтын орхидея. Оның құны $5000 асады. Гүлдің құрылысы күлте, тостағанша, гүл сағағы, гүл табаны, аталығы, аналығы болып бөлінеді. Оны мына суреттен де қарап шығуға болады. Жәндіктер тек тозаң жинап бал шырындарды тасымалдайды, ал бұл кейіннен өсімдіктердің көбеюіне пайдалы әсер етеді. Гүлденетін өсімдіктерде хош иісті молекулалар болады. Олар белгілі бір сыртқы температура әсерінен қоршаған ортада ериді және ауа арқылы таралады. Дәл осы молекулалар адамға гүлдердің қайталанбас сезім тудыратын хош иісін сыйлайды. Бұл іс жүзінде гүлденетін өсімдіктерге өздерін көбейтуге және түрлерін таратуға көмектесетін әрекет деуге болады. Иістің көмегімен өсімдіктер жәндіктер мен кейбір жануарлардың назарын аударады. Олар кейіннен тозаңдандырғыш болады. Әсіресе олардың көпшілігінде керемет иіс сезімі бар. Түнде ғана ашылатын гүлдердің әлдеқайда күшті иісі бар екендігі байқалды. Сондықтан түнгі тіршілік иелері оларды шығарылған эфир майларынан таба алады. Күндіз гүлдейтін гүлдердің хош иісі соншалықты айқын болмағанымен, олардың әдемі түсінің өзі-ақ көптеген жәндіктерді тартады. Гүлдерден тамақтанатын кейбір жәндіктер мен басқа жануарлар өткір иіс сезіміне ие. Мысалы, аралардың антенналарында сезімтал иіс детекторлары бар.
Кейбір гүлдерде шіріген ет немесе басқа ыдырайтын заттардың иісі бар. Осылайша олар шыбындарды өзіне тартады. Әлемдегі ең жаман гүл титаникалық аморфо-паллус деп аталады. Тәжірибелерге тоқталайық. Бірінші тәжірибе түймедақ гүлі қосылған шай дайындау. Алдымен түймедақ шайын стаканға немесе шәйнекке дайындап аламыз. 250 мг-ға дейін қайнаған суға шөп шайын қайнату үшін 90 градусқа дейін қыздырылған суды пайдалану ұсынылады. Бір ас қасық кептірілген түймедақ гүлдерін қосу керек. Сусынды 20 минут тұндырып қою қажет. Түймедақ шайын сүзгілеу керек. Қарапайым және ыңғайлы ситодан өткізе салуға болады. Осылайша дәмі де иісі де керемет түймедақ шайын дайындауға болады. Екінші тәжірибе үй жағдайында иіссу жасау. Эфир майларының концентраты 70 мг арақ, 57%, 2 ас қасық тазартылған немесе негізгі су, қажет болса көбірек су құйыңыз. Майды араққа қосып, баяу және ұзақ уақыт араластырамыз. Сонда майлар толығымен ериді. Қоспаны 48 сағат қойып қоямыз. Содан кейін 2 ас қасық тазартылған су құямыз. Қайтадан мұқият және баяу араластырамыз. Қоспаны тағы 48 сағат қоямыз. Қоспаны 4-тен 6 аптаға дейін сақтауға болады. Сол кезде керемет иіссу пайда болады. Әйгілі ең әдемі әйелдердің бірі Клеопатраның өзі өз қолымен парфюмерияны шебер жасап алатын болған. Оның экзотикалық және талғампаз хош иістері патшайымның сиқырлы сүйкімділігінің бөлігі болды. Үшінші тәжірибе раушан гүлінен иіссу дайындау. Бірінші тәсіл кастрөлге 1 стакан су құйып пешке қоямыз. Су қайнаған кезде 2 қызыл раушанның жапырақшаларын алып, әр жапырақшаны жартысынан кесіп немесе шырынын шығарып қасықпен қысамыз. Сосын суға саламыз. Олар 5-10 минут раушан гүлінің иісі айқын шыққанша қайнауы керек. Кастрөлді оттан алып 95%-ық спирттен 1 ас қасық қосамыз. Ол хош иісті одан әрі шығарып жақсартады. Осыдан кейін алынған сұйықтықты кішкене бөтелкеге құйып аламыз. Парфюмерия салқындаған кезде қолдануға дайын болады. Екінші тәсіл. Мұндай парфюмдер үшін ең жақсы негіз жүзім тұқымының майы немесе жоғары сапалы зәйтүн майы болады. Май мен гүл компоненті 2:1 қатынасында алынады. Шыны ыдыста гүл жапырақшаларын аздап ысқылаңыз, содан олар шырын шығарады. Содан кейін гүлдердің бетін аздап жабатындай етіп май саламыз. Ыдыстарды дәкемен жауып 24 сағат бойы тұндыруға қалдырамыз. Уақыт аяқталғаннан кейін қоспаны дәке арқылы сығып аламыз және оны тағы 24 сағатқа қалдырамыз. Қоспаны аздап арақ қосуға болады. Май қоспасының араққа қатынасы 3:1 болу керек. Қорытынды. Гүлдердің мақсаты тұқым немесе тозаң шығару, кейде екеуі де. Иісі бал шырындармен қоректенетін жәндіктерді тарту үшін қажет. Қорыта айтқанда, хош иіс жәндіктерді тарту үшін, сондай-ақ гүлдердің зиянкестерін қуу үшін қажет. Хош иіс өсімдіктегі эфир майларының арқасында пайда болады. Өсімдіктің хош иісі түске де байланысты. Гүлдің хош иісі өмір сүру үшін қажет. Өйткені онсыз тозаңдану және көбею болмас еді. Ұсыныстар. Гүлдердің өзіндік сырлары туралы қазақ тілінде кітаптар жасалынса. Таңдау курстарында әртүрлі тәсілдер арқылы иіссулар жасау курстары жүргізілсе екен. Осымен гүлдер не себепті иіс шығаратын туралы жобамыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.